Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін бала үздік оқу үшін қандай дәрумендер беру керектігін айтып өтетін боламын. Бұл дәрумендер баланың сабақ үлгерімін жақсартуды өте маңызы зор. Instagram желісінде денсаулыққа байланысты түрлі кеңестері мен оқырмандарының сүйікті дәрігеріне айналған 20 жылға жуық тәжірибесі бар эндокринолог Гүлжан Аманбай ата-аналарға маңызды кеңес ұсынды. Ол баланың сабаққа ынтасы мен ақпарат қабылдауы есте сақтау қабілетінің жоғары болуы үшін мына төмендегідей дәрумендерді беру қажеттігін айтып, өз парақшасында жариялаған еді. Бала үздік болсын десеңіз, осы дәрумендерді беріңіз. Д дәрумені. Иммунитетті 3 бағаны бар. Сол бағананың біреуі ол Д дәрумені. Яғни балаңыз Д дәруменін қабылдамаса, онда иммунитеті болмайды, ал иммунитеті жоқ бала ауыра беретін болады. Ал жиі ауыратын баланың үздік оқуға шамасы болмауы мүмкін. Йод бойдың өсуі мен ақыл-ой қабілетін арттырады. Йод сіздің балаңыздың өсуі мен психикалық дамуының құпия ингредиенттері. Ол қалқанша бездің гормондарын өндіруге көмектеседі және жүйке жүйесінің қалыпты болуына жауап береді. Ал толық дамыған жүйке жүйесі ақыл, ой мен эмоционалды өсуді де білдіреді. Қазақстан эндемиялық зонаға жататындықтан йод минералын қосымша қабылдаған жөн. Сонымен қатар магний төзімділік пен денсаулықты арттырады. Магний мектеп оқушылары үшін өте маңызды, өйткені ол стресске төзімділікке арттыруға көмектеседі. Оқушының тіпті стресс уақытында да олардың жүйелерінің біркелкі жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Өмірлік маңызы бар В12 дәрумені қанды, миды және ұйқыны сапалы жұмыс жасауына көмектеседі. Баланың бойының өсуі мен сапалы өмір сүруі үшін маңызды. Эритроциттердің қалыптасуы мен ДНК синтезіндегі негізгі дәрумен. Сонымен қатар бұл денедегі байланыс сымдары сияқты жүйке талшықтарын тамақтандырады. В12 мелатониннің өндірілуіне ықпал ететін тыныш ұйқы үшін табиғи көмекші және ұйқының бұзылуы мен күреседі. Жақсы демалған бала үздік оқушы. Қосымша темір. Бұл минерал жасушалық функция мен жалпы иммунитет үшін маңызды болып табылатын оттегіні тасымалдайтын. Эритроцит жасушаларын өндірілуіне арттыратын. Ол сондай-ақ иммундық жасушаларды құруды және өсіп келе жатқан тіндерге көмектесуді маңызы өте зор. Темір тапшылығы өсудің тежелуіне, мектептегі үлгерімнің нашарлауына және инфекцияларға сезімталдықты арттыруына әкелуі мүмкін. Сол үшін дәрумендер ішіп жүрген дәрумендеріне мұқият болуыңызды сұранамын. Балаларымыз ауырмасын, үздік оқушы болып, дендері сау болып, алдымызда аман жүрсін. Видеом сіздерге пайдалы болған болса, видеома пікір қалдырып, қолдау білдіріп, подписаться жасауды ұмытпаңыздар.